Президенттің биылғы жолдауымен Қазақстан 2050 стратегиясында еліміздегі спорттың дамуы мен ұлт саулығына баса назар аударылған. Бұл бағытта ел ішінде тек спорт шеберлеріне ғана емес, сондай-ақ әуесқойларда спорт саласына баулитын инфрақұрылымды жетілдіру қажет. Таяуда танымал велоспорт шебері Андрей Кашечкиннің қолдауымен еліміздің жас спортшылары Леждегі Бельгиялық академияның филиалында тәжірибеден өтеді. Тақырыпты тілшіміз Жанат Эрнст жалғастырады. Екі жақты қарым-қатынастың тарихы 1998 жылдан басталады. Дәл сол жылы жас велоспортшы Андрей Кашечкин әлем чемпионатына дайындалу мақсатында Бельгияға барады. Сол елде велоспорт жоғары деңгейде дамыған, ал климаттың қолайлылығы бұл спорт түрімен жыл бойы айналысуға мүмкіндік береді. Чемпионаттан кейін біз Қазақстаннан келген дарынды жасты елімізге шақырдық. Сол кезде пайда болған достық қарым-қатынас әлі күнге дейін сақталды. Біз оның кәсіби жетістіктеріне әрдайым қуанамыз. Андрей екі елдің арасын жалғап жүрген азамат. Қазір Қазақстанның жас спортшыларын қабылдап, жаттықтыруға мүмкіндік береді. Сол себепті академияға Андрейдің атын беруді бір ауыздан қолдадық. Қазақстан велошабандозы қысқы олимпиада ойындарында бақтарын сынап жатқан еліміздің құрамасына сәттілік пен жеңіс тілейді. Я понимаю, что будет очень сложно. Ресейліктермен бақ сынасу оңайға түспейтінін білемін. Дегенмен, біздің Полторанин, Денис Тен сияқты Қазақстанның үміт артар үздіктері бар. Осы спорт шеберлерінің арқасында Сочиде біздің туымыз желбірейтініне сенімдімін. Қазақстан елінен 30 ұл қыздан құралған алғашқы юниорлар командасы наурыз айында Льежде өтетін 3 күндік веложарыс пен академияның бельгиялық филиалының тұсаукесеріне аттанады. Жас спортшылар көп жылдық тарихы бар велоспорт мектебінің техникалық базасымен, инфрақұрылыммен танысатын болады. Аптасына 2 рет француз тілін оқып, мәдени байлықты игереді. Жасөспірімдер велошабандоздардың отбасына орналасады. Мұндай жоғары дәрежелі тәжірибе алмасу мүмкіндігіне түрлі жарыстар мен чемпионаттарда үздік деп танылғандар ғана ие болады. A mis en place une stratégie pour 2050. Мен Қазақстан 2050 стратегиясын мұқият оқыдым. Жастарға көп көңіл бөлінгендігі қуантады. Көшбасшы 30 елді қатарына кіру, жаңа технологияны енгізу мен білімді жетілдіру сияқты өзекті мәселелердің айқын жоспарын көрсеткен. Бұл жастарға берілген жақсы бағыт деп ойлаймын. Бұл әрине ұзақ жол, дегенмен сіздер экспо көрмесін өткізгелі отырсыздар. Бұл 2050 жылға жасалған алғашқы қадам болады. Ғасыр ортасына дейін нақты бағыт-бағдарды белгілеу ел үшін зор мүмкіндік деп білемін. Жамбыл Зейнолла, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Льеж, Бельгия.